Өткен бағдарламалардың бірінде Айридің еліміздің атынан ауқымды славян базар байқауына аттанғанын айтқан едік. Жүлделі орын иеленбегенмен күні-түні дайындалған Айгерім нағыз лайықты өнер көрсетіп, онда домбыраны алғаш рет алып шықты. Әрине, енді мен үшін өте үлкен тәжірибе. Бірақ жақсы деңгейде өзімді көрсеттім деп ойлаймын. Бар күшімді, еңбегімді салдым. Сондықтан еш уайымдамаймын. 5-ші орын ол да жетістік мен үшін. Бүгінде ерекше дауысты бойжеткен жаңа әндерін жазып, қызу жұмысқа кіріскен. Қазір 2-ші үнтаспаны жазып жатырмыз, бастадық. Жаңа бейнебаян күтіңіздер, жаңа әндер, әрине. Дайындық үстіндеміз. Жаңа әндердің ішінде өткен жылдан бері Мәдина Садуақасовамен жазып жатқан дуэт кіретін болар. Енді оны әзірлеп жатырмыз. Енді ол сәтті болсын деп. Сондықтан біз сол әнді жазып болдық. Бәрі де дайын. Сондықтан осы күзде мүмкін бейнебаян түсірерміз. Бұл әннің қандай болары әзірге белгісіз, алайда көптен күткен туынды бейнебаянмен бірге шығады деп күтілуде.